Айнұр анасы қайтыс болғанда 9 жаста еді. Үй іші сол күннен кейін өзгеріп кеткендей болды. Бұрын кешке үйден тамақтың иісі шығып, анасының баяу ән айтып жүргені естілетін. Енді үй тым-тыныш. Әкесі жұмыстан кеш келеді. Шаршаған. Ал Айнұр анасының бөлмесіне кіріп жастығына бетін басып жылайтын. Бір жыл өтті. Көктемнің бір күні әкесі оны қасына отырғызды. «Қызым, мен саған бір нәрсе айтқым келеді», деді жай ғана. Айнұр үндемей отырды. «Біздің үйге бір адам келеді. Ол бізбен бірге тұрады. Оның аты Гүлмира». Айнұр жүрегінің тарылып кеткенін сезді. «Ол менің анам болмайды ғой». Әкесі күрсінді. «Ешкім анаңның орнын баса алмайды. Бірақ бізге қамқор болатын адам керек». Айнұр басын изегендей болды. Бірақ іші алай-дүлей еді. Гүлмира алғаш келген күні Айнұр оны есіктің саңылауынан бақылап тұрды. Орта жастағы әйел, даусы жұмсақ, қолында тәтті салынған пакет. «Сәлем, Айнұр», деді күлімсіреп. Айнұр жауап бермеді. Ол пакеттегі кәмпиттерге де қарамады. Сол күннен бастап Айнұр апа демеді, тіпті атымен де атамады. Сөйлеспеуге тырысты. Гүлмира үндемеді. Тек таңертең шашын тарап беруге тырысқанда «Өзім» дейтін Айнұр. «Жарайды», деп қоя салатын ол. Мектепте де Айнұр өзгеріп кеткен. Бұрын ашық мінезді, күлімсіреп жүретін қыз енді тұйықталып қалған. Бір күні сыныптасы сұрады. «Сенің жаңа мамаң бар дейді ғой?» Айнұр ашуланып кетті. «Ол менің анам емес». Үзілісте жылап қалды. Кештердің бірінде Айнұр ас үйден ыдыс сылдыры естілгенін байқап оянды. Сағат түнгі 12. Ас үйге сығалап қарады. Гүлмира жалғыз өзі үстел басында отыр екен. Қолында ескі сурет. Ол үнсіз жылап отырды. Айнұр тұрып қалды. Алғаш рет оның да бір қайғысы бар екенін сезді. Келесі күні мектепте дене шынықтыру сабағында Айнұр сүрініп құлап, тізесін жарақаттап алды. Мұғалім медбикеге жіберді. Әкесі жұмысында. «Кім келді?» «Гүлмира». Ол асығып жетті. Тізесін жуып, таңып, күртесін иығына жапты. «Ауырып тұрма, қызым», деді абайлап. Айнұр жауап бермеді. Бірақ алғаш рет қолын тартып алмады. Күздің суық күндерінің бірі. Айнұр